Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Бізде айтарлықтай жаңалық жоқ. Бір уақыт сабаққа барып келіп, жатақханада шал жеп жатқаннан басқа бітірер ештеңе болмай тұр. Мамықтан төсек, тастай боп кесек, жамбасқа батар ұйқы жоқ деп, Абай жарықтық айтқандай, осы күні түннің бір уағына шейін, кейде таң қараңғысына шейін ұйықтай алмайтынды шығардым. Сондайда қолыма домбырамды алып, жігіттердің мазасын алмайын деп, түн баласы жатақхананың ас үйінде шоқиып отырам. Мектепте жүрген кезімізді сағынам осы күні. Әсіресе интернатта өзіміз өскен. Сен де сағынып жүрген шығарсың ана жақта. Уайымдама, хахан, бәрі жөнге келуі тиіс. Жаз шыға сессиядан кейін тағы барам. Грефпен. Қысты күні бәрі асығыс болды. Оның үстіне ақша да аз боп қалды ғой. Қайдан білейін, көрмеген жердің ой шұңқыры көп деген. Енді олай болмайды. Қазір сенбі, жексенбі базарға шығып жүрмін жігіттермен бірге. Азын аулақ тиын тебен жиналып қалды. Көтерме жұмыс табыла қалса, жақсақ болатын еді. Ақша демекші, ақша ауысқалы бері азық түлікпен дүние мүліктің бағасы да құбылып, әр қалай болып тұр. Бүгін барсаң, кешегі бағаның өзгеріп кететінін көресің. Ақшаның ауысқанының өзі бір жыр. 50-100 сомдық советский банкноттар қазір жарамайды. Оны өздерің де естіп біліп жатқан шығарсыңдар. Бізді қойшы, бізде ақша жоқ қой. Ел ішіндегі сапырылысты айтсаңшы. Теңіздегі қылғыбырдың толқын айдап, жағаға шыға келгені сияқты, подполный миллионерлердің құпиясы ашылып қалды дейді ел. Әсіресе қала түбінде тұратын түрік пен грек байларына ауыр болыпты деседі. Қиын ғой, ғұмыр бойы жиған тергенін кесек 50, кесек 100 теңгеге айналдырып, кассаға салмай жинап жүрген кезде, үкімет айналасы бірер күннің ішінде жарамсыз қылып тастаса. Мен өзім дәл мұндай байлар болатынына сенбеуші едім. Рас екен. Өйткені кісі басына шектеулі ғана банкнот ауыстыруға рұқсат берілді емес пе? Әлгілер жанын қоярға жер таппай, біз сияқты студенттерге 50 сомдықты өз атыңнан ауыстырып берсең, жарты ақшасын аласың деп жалынып жүрді. Рұқсат етілген сол 3 күннің ішінде халықтың абыр-сабыр болғанын көрсең. Неше түрлі қызық жайттар болыпты. Ақша ауысатын алғашқы күні біздің бір қу жігіттер консерваториядан сонау әуежайға шейін такси ұстапты көшеден. Оған дейін қанша 25 шақырым ба, сонша жолды жүріп келіп, енді түсер кезде кесек 50 сомдықты ұстатыпты таксиске. Анау шоршып түсіпті. Жігіттер, бұл ақша бүгіннен бастап жарамайды ғой, деп. Қалай жарамайды, депті мұналар, түк білмегенсіп. Солай, бүгіннен бастап 50 сом, 100 сом жарамайды. Естімеп бедіңіздер? Қой көкесі, өйтіп қалжыңдамаңыз, дейді бұлар. Өздерің көктен түскенсіңдер ме, немене? Жоқ, көктен түсетін туысымызды қарсы алғалы тұрмыз. Бар, жоғалыңдар депті. Амалы таусылған таксист. Мұндай жайттар көп болыпты. Түрік пе, әзер ме, сондай бір подполный миллионердің бірі ақшасын толық ауыстыра алмағасын қаны басына шауып, үйінде тыққан 50 мен 100 сомдықтардың буда-будасын көшеге алып шығып, жұрттың көзінше өртеп жіберіпті. Шоковая терапия дейді екен ғой мұны экономистер. Йогур Гайдардың ойлап шығарғаны деседі.
сол терапияның кесірінен сең соққан балықтай есеңгіреп қалдық. Әсіресе инфляция деген пәле қиын тиіп тұр. Ақша айналасы 2-3 айдың ішінде сарғайып сары жапыраққа айналды. Аузынан жырып балама жинағаным деп отырған елдің кассадағы ақшасы қаудырлаған сабанға айналды. Тапа-тал түсте тоналып, айға қарап ұлып қалды. Мен революцияны көргем жоқ, бірақ ақша терапиясымен де революция істеуге болатынына көзім жетті. Бірді айтып бірге кеттім ғой. Көрген түсімді айтайыншы одан да. Екеуміз өзен жағасында отыр екенбіз. Кенет сен үйірле аққан өзенге шешінбей секіріп кетіпсің. Әлі жоқсың. Ес кетті. Жан шықты дегенде арғы беттен бірақ шығып, жағаға құлаш жүріп бара жатыр екенсің. Жақсыға жорыдым. Босанып шығады екенсің. Декабристер ақталады деп жатыр ғой. Сен де ораласың, хахан. Былтыр бізден шыққан әлгі депутат Мәскеуде сезде сөйлепті ғой. Сендерді ақтау керек деп. Так что қуаныш алда. Басқа не жазам? Аман бол. Денсаулығыңды күт. Жасшыға обязательно барып қайтам. Амандық саулықта жолығайық. Досың Құрмаш. 28 наурыз 1992 жыл. Конвертке ақша салуға қорықтым. Офицерлерің алып қояма деп. Алдымен темір есіктің жылан көзі. Волчок жылт етті де арғы жағынан біреу сығалады. Артынша дүң кетіп, кармушка ашылып, арғы жағынан гайдамақтың лақтырып жіберген бір қорап примасы дөңгелене ұшып келіп, алдына түскен. Кармушкаға қайта қарағанша болған жоқ. Күзетші солдат салдыр күлдір еткізіп, арғы жағынан жауып жатты. 3 күн бойы кеңсірігі қышып, тамаққа жөндеп тәбеті шаппай, тюремде аласырып жүрген Хақназар мұндай қуанбас. Жарықтық темекінің де адамға күш-қуат беретінін кім білген деп ойлады. Көк түтінді көмейлете жұтып жіберіп барып. Сыздықтата шығарып отырғанда, зеңгіп тұрған басы шайдай ашылып, көкірегі кеңіп сала бергендей көрінді. Қапаста жатқан адамға бұл да бір қуаныш екен-ау өзінше деген ой келді. Оған буыны оқыс әлсіреп, шөкелеп отыра кеткен кезде. Әлденеше күн шылым шекпегендігі болар, басы айналып тұла бойын әлсіз бір ләззат шымырлатып аралап бара жатты. Түн баласы темір шконкада ұйқылы ояу дөңбекшіп жататын Хақназардың алағызған көңілі енді тыншиын деді. Әйтсе де, ет асым уақыттан соң жан дүниесі қайтадан қоңыл тақсып, көкірек сарайы уілдеп қоя берді. Әлдене жетпейтін сияқты көрініп, тағы темекі тартқан. Оның төбеде қалқып тұрған көк шуда түтіні камерадағы қапырық ауаға сіңіп, қолқаны қаба бастаған. Ең ұстамды жүйкесі темір кісінің өзі айлап, жылдап тюремде отырса, жынданып кететін шығар деп ойлады. Тас еденде малдасын құрып отырып. Адам баласы әлсіз, азап пен қорлыққа шыдап жүре беретін жан жоқ. Ерте ме кеш пе морт етіп сынады. Елмес, бірақ сынып тынар. Міне, 6 жыл болыпты, түрме мен лагердің дәмін татқанына. 6 жыл. Ең асыл жылдары. Уыздай жас кезінде соттатып жіберіп, қайран бал дәурен шақ зонада өтіп жатыр. 5 сағат па, 10 сағат па, тюремде сарғайып отырғанда уақытты тап басу қиын. Әйтеуір ұзақ көрінген. Бір кезде продалдан аяқ дыбысы естілді. Салдырлап есік ашылып,
жарық түсті. Көргеннен ақ таныған. Қызылдар қандай кінә тапты. Бауырым деген темір есік жабылғанда, орта бойлы сары жігітпен қол алысып жатты. Күнә емес Құдай алдындағы, деді Колян. Бушлатын төсеп, дәл бір нағашысының үйіне келгендей жайғасып жатыр. Құмға жақпасаң, құмалағыңнан да кінәрат тауып, зынданға тастар. Біз сияқты қаңғыбастарға бір-ақ адам сиятын қуықтай камераға түнеп шығу, жарық дүние мен таза ауаның қадірін түсіну үшін керек процедура. Ер жігітке серуен де серуен, сергелдең де серуен деген осы. Хақназар Колянды промзонада сыртынан анда-санда көріп қалушы еді. Бірақ алғаш сөйлесіп отырғаны осы. Біраздан соң Колян табаны қалың қара бәтеңкесін шешіп, ұлтарағының астынан әлденені суырып алды. Целлофанға оралған кішірек екі түйіншектің бірінен шай, бірінен анаша шықты. Кешкі тамаққа шейін 1,5 сағат қалды. Шынерден қайнақ суды көбірек сұрап, «Чифер ішейік», деді жантайып жатып. «Рас па? Сен немене, шынымен саяси тұтқынсың ба?» деген. Қара нан жеп, қою қара шайды рахаттана ішіп отырған кездерінде. «Рас саяси тұтқынсың ба? 65-ші бап па? Декабрист, значит. И не пропадает наш скорбный труд во глубине сибирских руд. Эхе-хе». «Оның несі күлкілі?» деді Хақназар жайбарақат. «Сонда не болып еді?» деді Колян бір кезде. «Алматыда сол кезде не болғанын ұзын құлақтан естиміз. Ал тірі куәнің орны бөлек қой». «Соны айта-айта жалықтым», деді Хақназар. «Менікіндей баппен келгенді бұрын көрмеген офицерлер де әр нәрсені сұрап мазаны алып бітті. Өзің не үшін отырсың? Мынау нешінші ходкаң? Соны айтпайсың ба одан да?» «Ма, мужик, сен мені тергейін дедің ғой, а?» «Әх-хе-хе, жарайды, айтайын. Қарақшымын мен. Еркін өмірімде ұры болғанмын», деген сосын. Өткен өмірін еске алды ма, әлде әңгімені неден бастарын білмеді ме, ұзақ үнсіз отырып, «Карманник қалта ұрысы дегенді білуші ме едің? Сол менмін», деді. «Көзімді тырнап ашқаннан ұрлық істеп келем. Ертістің жағасындағы үлкен қалада туып өстім. Әкемді ес білгеннен білмеймін, көрген емеспін. Кейін естідім. Мен туылмай жатып ақ, шешемді тастап кеткен екен. Шешем байғұс кейін басқа біреуге тиіп, оған 2-3 бала туып берді. Бауырларым ғой менің енді. Өтірік айтып нем бар? Өгей әкем мені туған ұлынан кем көрген жоқ. Бірақ соншалықты іш тартқанда емес. Бір түрлі салқын еді екеуміздің арамыз. 12-ге шыққанымда шешем өлді. Жастайынан жабысқан ескілікті ауру болдау деймін. Онысын жақсы білмейді екем. Әйтеуір 1-2 ай ауруханада жатты да, үйге келіп қайтыс болды ғой. Шешем кеткесін бәрімізге ауыр тиді. Әкеміз қатты есеңгіреп қалды. Шеттей балаға еркек адам қарай алама. Ол кісі бір жамағайын қарындасына әкеліп, үйге тұрғызды. Бас көз болсын деп. Менің үйде тұрғым келмеді. Өгей әкем де қарсы болмағасын, қала шетіндегі детдомға, балалар үйіне келіп орналастым. Сөйтіп, жаңа өмірді бастап кеттік. Сол боғмұрын кезімнен тентегем, сабаққа да құлық болмады. Детдом секілді бұзық жерге келгесін мүлде қағындым. Сонда жүріп, привокзальный, заречный дейтін
шпаналардың Вася бетон деген қалта ұрысы бар еді. Сонымен араласып жүрдім. Өзіне ұнасам да керек, қасынан бір елі қалдырмайтын болды. Несін сұрайсың? Ақыры детдомнан да қашып кетіп, Васямен бірге жорыққа шығатын болдым. Алдымен шипач болдым, қазір писақпыз. Пай-пай, вокзалда жүріп, көлік күту залында отырған жолаушының неше қабат киімінің ар жағында, жан қалтасында жатқан көмәжінігін көрсетпей суырып алып, ақшасын олжалап, өзін қайта орнына салып қоятын карманниктер болды ғой, несін айтасың. Колян мұны айтып отырғанда, Хақназардың есіне тал басында отырған екі сауысқанның құйрық қауырсынын еппен алып, бірінікін біріне ауыстырып сала қоятын қазақ ертегісіндегі епті жігіт түскен. 16 жасымда ұсталып, малолеткаға түстім, деді. Колян, одан ары көп нәрсені үйрендік онда жүріп. Қоңырау соққанша 3 жыл отырып, бостан өмірге шыққан соң, Новосібірге келіп, қалта қағу өнеріне білек сыбана кірістім. Одан басқа ештеңе келместе еді қолымнан. Иә, маңдайға жазған нәрсе сол шығар. Аңдыған жау алмай қоймас. 5-6 жылдан соң Красноярскіде жүріп, қызыл жағалылардың қолына қайта түстім. Қазір, міне, 2-ші ходкада отырмын. Өз өмірінен қысқа қайырған Колян Хақназардан 86 жылға Алматыдағы дүрбелеңнің есебін сұрап, қалай болғанын айтып берші деген. Қараңғы трюмде сағызша созылған уақыттың тез өтуіне себептер деп, Хақназарда сәлден соң әңгімесін бастап кетті. Сол жылы қыс жылдағыдан ертерек түскен. Қыстың алғашқы айының басында Алатаудың ұшар басын ғана емес, сай саласы мен қуыс қолатын түгел қар басқан. Дым бүркіп, қалаға келіп шөккен саршұнақ аяз шыдатпай жіберген болса керек. Талтоғайдың да бәрі бүрісіп қалыпты. Әйтсе де, қала ішіндегі қар жұқалтан ғана еді. Мәшине жолдардағы кірлеуіт, жабысқақ қар еріп кетіп жатқан. Сол күні әдеттегідей жатақханада тұратын жігіттермен бірге сабағына барып еді. Көңілде алаң жоқ кез. Күндегі дағды бойынша 2 мен 3-ші пар аралығында оқу корпусының алдында Сәтбаев көшесінің жегінде таза ауамен тыныстап, топырласып тұрған. Алғаш рет сол кезде көріп еді. Көз көрім жердегі Брежнев алаңына қарақұрым жұрт жиналып қалыпты. Көбі жастар сияқты. Бірақ бұлар дәл сол күні мән бере қойған жоқ. Ертесіне оқу корпусында да, жатақханада да тәртіп түзеуші, жөнге салушы кісілер көбейіп кетті. Көбі өздерінің оқытушылары, кейбірі қолына қызыл жіберек байлаған халық жасағы. Бәрінің айтатыны бір ғана сөз. Үзілісте далаға шықпаңдар, площадьқа бармаңдар. Ол жерде бұзықтар, бүлікшілер жиналыпты. Олармен араласып кетіп жүрмеңдер. Жатақханадан шықпаңдар. Ит қорыған жерге өш деген ғой. Сонша әбігер болатындай ол жерде не болып жатыр екен деген құмарлық байыз таптырмады. Жатақхана вахтасында отырып, қайда барасың? Отыр бөлмеңде. Остан шығып кетсең, көресің деп, дікеңдеп тұрған кісілерге көрінбей, Хақназар бар 3-4 жігіт 1-ші қабаттағы қыздардың бөлмесінің терезесінен секіріп түсіп, тура алаңға қарай тартқан. Брежнев алаңы көсіліп жатқан бір кең сауыр. Күншығыс басынан еңіске қарай шалт құлап, Фурманов көшесі қолдай түсіп жатыр. Сол көшемен өрлеп,
алаңға таяй бергенде көрді. Көлік атаулыны қаңтарып қойып, анау баста тұрған Эцканың үйінен осы жерге береке гастрономына шейін сіресіп, қалың әскер тұр екен. Милиция, өрт сөндірушілер, шекара әскерінің курсанттары, ішкі әскер бәрі тұр. Тура кинодағыдай. Самсаған сары қол. Бұлар таяқ тастам жерге тақап қалғанда байқады. Арғы шеттен лықси төгіліп, кеу-кеулеп келе жатқан көп жұрт іргесін бұзбай, иін тіресе сап түзеген қалың әскердің қатарын сөгіп шыға алмай тұр екен. Бір уақытта бұйрық берілсе керек. Қолында биік қалқаны, резеңке таяғы бар әскер елді сабай бастаған. Айғай-шу, бақырған дауыс естілді. Бұлар сияқты сырттан қызықтауға келген ел мынаны көріп аңырып қалды. Кенет сапты бұзып, бір топ жігіт атып шықты. Олардың соңынан арттағы қалың жұртта бері қарай төгілген. Осы кезде бағанадан ештеңеге араласпай тұрған курсанттар қоршауды жарып шыққандарды тепкілеуге кірісті. Айнала астан кестең болып кеткен. Әсіресе қыздардың шыңғырған даусынан құлақ тұнады. Сапты жарып шыққан жаңағы топтың арасынан қазақтың бір жас қызы Ылдиға, бұл кезде гастрономды жағалап келе жатқан Хақназардың тобына қарай жан ұшыра жүгірген. Бұларға жеткенше екі аттамдай ғана жер қалған еді. Үлгертпеді. Тасырлата жүгіріп, қуып жеткен бір әскер тобықтан теуіп қалып, қызды жалп еткізді. Аяғы көктен келіп оңбай құлаған бейшара қыздың басы дүңк етіп, бар жүрге тиіп, қызыл қан бұрқ ете қалды. Оған қараған әскер жоқ. Уыстап тұрып шашынан ұстап алып, лақ тартқандай өрге қарай сүйрелей жөнелген. Қыздың артынан келіп қалған 2-3 қазақ жігітінде бұл кезде қолында сапер күрегі бар бір топ солдат алдынан шығып, қаумалап ұстап алған еді. Қыздың шыңғырған даусын естіп, біреуі оған тұра ұмтылды. Бірақ қайдан жетіп келгені белгісіз, бір ұзын милиционер әлгіні шіреніп тұрып іштен теуіп қалды. «Алла!» деп ана жігіт бұратыла құлаған. Анау енді тепкілей бастады. Бұл кезде Хақназарда қарап тұра беруге шыдамаған еді. Қызды сүйреп бара жатқан милиционерді қуып жеткен. Қоя бер деп ананың қолынан ұстаған еді, өңкейген жуан неме қолын қағып жіберіп, «Пошолти наху, овца!» деп боқтап жібергені. Қаны басына шапқан Хақназар лып етіп оңға шығып, көз ілеспес жылдамдықпен милиционерді иек тұстан салып қалды. Анау буыны ұстамай сылқ етіп құлаған. Келесі сәтте Хақназар жерде жатқан қызды қолтығынан ұстап тұрғызып алды. Еліктің лағындай ғана кішкентай қыз, жүре аласың ба деп сұрап еді, қыз болар болмас бас изеген. Ал енді қашайық деп жүгіргенше болған жоқ, көзі жарқ ете қалып, етбетінен түскенін біледі. Есін жиғанда өне бойы сырқырап, ауырып жатыр екен. Екі солдат екі аяғының басынан ұстап алып, қара жермен дырылдатып сүйреп келеді. Әй-шайға қаратқан жоқ, бас аяғын сілкей ұстап көтеріп, қап лақтырғандай үстіне брезент жабылған жүк мәшинесіне тастай салды. Көгала қойдай қып, әбден тепкілесе керек, белі шым ете қалып, еріксіз ыңырсыған. Бортта кейбіреуінің қолы байлаулы, кейбіреуі шалажансар ғана қан жоса болып өзі сияқты жас жігіттер жатыр. Қыздар да бар сияқты. Кеспелтек таяқ ұстаған бірнеше солдат баса шығып үстеріне отырған. Бір уақытта адам тиген көлік әлде бір жерге келіп тоқтады.
артқы бортты ашқанда көрді. Қаптаған солдат пен милиционер. Милиция бөлімінің қорасы болса керек. Көп ұзамай-ақ бұларды бір-бірлеп жұлқылап түсіре бастаған. Одан кейін біріне бірі қарама-қарсы екі қатар болып тұрған топ солдаттың ортасынан өткізді. Оның мәнісі машина тұрған жерден бастап КПЗ-ның темір торлы есігіне дейінгі аралық шамамен 100 қадамдай жер. Жүгіріп өтуің керек. Ал екі жақта тұрған әскер, сен қарақшыға жеткенше резеңке таяқпен бас көздемей сабайды. Тура патша заманындағы экзекуция. Алдыңғылардың таяқты ауырсынып ботадай боздағанын көрген кейінгілер артқа серпілген. Офицерлер айғайлап тепкілесе де аттап баспай қойды. Сол кезде мұндай ақылды болар ма? Анадай жерде арпылдап, жұлқынып тұрған көп итті босаттырған. Талауға түскен жігіттер еріксіз қолымен басын жауып, жон арқасын таяққа төсеп тұра жүгірді. Аласа бойлы бір бала жігіт жүгіріп бара жатып құлап қалып еді. Қуып жеткен овчарка иті жалмажан жұлмалай бастаған. Әлгінің ағатайлар-ай, әкетіңдер шымынаны, ағатайлар-ай, деп құлындаған даусы құраққа жетсе де, ешкім міз бақпаған. Иә, жігіттер, бұл бір жосын нәрсе болды, деді. Шашы тікірейген 30-дардағы қара жігіт. Бәрі қамауға түсіп, темір есік тарс етіп жабылғанда, тіпті ес жиғызбады ғой әкеңді. Рас, ес жидырмады. Осының бәрі қас пен көздің арасында өтіп еді. Хақназарға түс сияқты көрінген. Тіпті өз көзіне сенбей отыр еді. Бір ауыз сөзге келмей, итше сабағанды кім көрген? Біреу ыңырсыды. Шөке түсіп отырған бұрыштағы жігіт екен. Оң қолы шығып кетіпті. Не істеу керек, жігіттер, деді қасында отырған біреу. Есікті қағып, айтайық ана иттерге. Скорый шақырсын, деді тағы біреу. Әлгі ес жиғызбайды ғой, деген қара жігіт кісілердің арасымен өтіп барып, темір есікті қаққан. Чо нада деп ар жақтан біреу айғай салды. Адам өлгелі жатыр, дәрігер керек. Кешікпей-ақ тергеу тексеру басталған. Фамилия, деді мұны. Солдаттар тінтіп болған соң. Жазу жазып отырған басы қазандай семіз майор. Шығаев. Атың Хақназар. Туған жылың 1968. Қайда оқисың? Сықида. Факультетің экономика 2-ші курс. Так, деді майор. Енді байқа. Жауапты жұмысқа кірсеміз дегенде шалқайып отырып. Площадьқа не іздеп шықтың? Нені көксеп бардың? Біреулердің айтуымен бардың ба? Айтса, кім барайық деген. Біреу жіберді ме әлде? Жіберсек кім ол? Өзім бардым. Өзім. Өзің атаңның басын іздеп бардың ба ол жерге? Енді әскер жиылған соң не істеп жатқанын білгім келді. Қарай көр мынаның сөзін. Әскердің не істеп жатқанын білгім келді. Өкіметке қарсы шыққан хулигандарды тоқтату үшін келген ол әскер. Сен соны білесің бе? Сенен сұрап тұрмын ғой, ей малғұн. Жоқ. Қасыңда кімдер болды? Ешкім болған жоқ, жалғыз бардым. Автобустың терезесін шағып, машиналарды өртепсің ғой площадьта. Кім? Сен? Мен алаңда болғам жоқ. Тек Фурманов көшесімен өрлеп, алаңға енді жете бергенімде әскерлер ұстап ап кетті. Сен немене, ей? Деді семіз майор. Көзі шатынап,
быртиған саусағының арасына қыстырған қаламын үстел үстіне тастай салып, кіммен қылжақтасып отырсың? Алаңда мәшинені төңкеріп, от қойып жүргеніңді, совет өкіметіне қарсы сөз айтқаныңды біз білмейді деп отырсың ба, а? Давай, көп басты қатырмай, мына протоколды толтыр, деді. Бір уақытта әлдеқайдан бір қағазды суырып алып. Есіңде болсын, істеген ісіңді мойныңа алсаң, бұл жерде көп ұстамай үйіңе қайтарамыз. Мен ештеңе істегем жоқ, нені мойныма алам, деді Хақназар. Сен, бала, ештеңені түсінгің келмейді ғой деймін. Әлде түрмеден бірақ шыққың келіп отырма? Оныңды айт, көрген куәларды тауып, істеген ісіңді мойныңа алып береміз. Онда хуже қиын болады. Айтпады деме. Ақыры алаңға бара жатқан жолда ұсталып қалдым. Ештеңе істегем жоқ, ештеңе бүлдіргем жоқ, деп хаттаманы толтырып, көк көз майордан тағы қаншама сөз естіп, камерасына қайтып келген. Бұл кезде ымырт үйіріліп, қараңғы түсе бастап еді. Хақназар отырған камерадағы 5-6 жігіттің ішінде бағанағы шашы тікірейген қара жігітте отыр еді. Өзінің айтуынша ол таңертеңгісін плакат, транспарант ұстаған бір топ жастарды көріп қалып, соларға ілесіп алаңға келіпті. Бұл өзі бір алай-дүлей боп кетті ғой, деді ол. Бұлардың алғашқы тергеуі бітіп, өздерінше бір тыныс тапқан сәтте. Отпускіде едім, шыққаныма осы 2-3 күн болған. Өзі мына Алматының түбінде Өжетте тұрам. Кеше осы қаладағы әпкемнің үйіне қонып қалып едім. Содан таңертең Брежневский площадьпен өтіп бара жатсам, Сәтпаевты бойлап, мына Сейфуллин жақтан бір топ жастар келе жатыр. Қолдарында плакат. Қарасам, каждый республике свой руководитель деп жазып қойыпты. Бұнысы несі деп қастарына бармаймын ба? Жігітім, жүр бізбен бірге. Қазақтығыңды осындайда көрсетпесең, қашан көрсетесің, деді. Бір жуан қазақ кісі. Қарайым, бастық сымақ адам сияқты. Қонаев ақсақалды алып тастады ғой, дейді. Жай жапсарды сұраған менімен қатарласып келе жатып. Ол кісіге обал болды енді. Өзің білесің. Ульяновскі дейме, әйтеуір Ресейден Колбин деген біреуді әкеп қойды ғой. Оған мына жастар қарсы. Иә, біз қарсымыз. Ойбай-ау, елді 20 жыл билеген ақсақалды алып тастап, қайдағы біреуді әкеп қоя салатын Қазақстан ойыншық емес қой, солай емес пе? Құдайға шүкір, өзімізді өзіміз билеуге шамамыз жетеді. Бірінші хатшылыққа бір қазақ табылмады деген не сұмдық. Тіпті мақұл, қазақ болмаса да осы Қазақстанда қызмет істеп келе жатқан өзіміздің бір орыс жоқ па? Бұл қалай, өзің айтшы. Шынымен-ақ ол кісінің айтқаны дұрыс қой. Өзімізді өзіміз билей алмасақ, несіне республика болып отырмыз? Жігіттер. Содан қаным қызып мен де алаңға келдім. Көп тұрдық. Біреулер сөз сөйлеп жатты. Сендер болдыңдар ма площадьта? Болмадым дейсің бе? Сен болдың ба? Көрдің бе сол кезде? Ақ бөкебей таққан, ана ұзын бойлы жігіттің сөйлегенін. Пай-пай, қаныңды қыздырып, 62 тамырыңды солқылдатып жібереді. Сөйлегенде. Расында айтшы өздерің, қазақша мектептер мен детсадтардың жабылып жатқаны, жұмысшы қазақ жастарына үй берілмейтіні рас қой. Қазақ байғұс мына Поршенда ма, азытым деме, кез келген бір зауытта танауынан су кетіп, 10 жыл жұмыс істейді. Сондағы
тигені жатақхананың қуықтай бір бөлмесі. Бала шағасымен улап-шулап, аядай бір бөлмеде өлместің күнін көріп жатады. Ал сонау Ресейден келген біреу, именно сол заводтың біреуіне орналасса, айналасы 2-3 жылдың ішінде трехкомнатная квартира алып шыға келеді. Сұмдық қой, одан да зорғы қиянатты көріп жүрміз. Айта берсең, бүгін соның бәрі ішке симай, бомба құсап атылдау деймін. Қара жігіт жадырай күлген. Айтпақшы, таныспаппыз ғой, кемедегінің жаны бір. Таныса білсе отыралық жігіттер деп, камерадағы 5-6 қазақ баласын өзіне үйіріп алды. Аты Алдоңғар екен. Күлеміз-ау деді Алдоңғар бір кезде, маңдайын уқалап отырып. Мыналар, менттерді айтам, бүйректен сирақ шығарып, түйме дейді түйеде қылып, бізге бір статья ілейін деп отыра осы. Хулиганканы ілмекші шығар сол. Иә, күлетін нәрсе емес. Мықты болыңдар жігіттер. Ақыры таяқтың дәмін таттық қой. Ұрса да қорқытса да ештеңені мойынға алмаңдар. Біріңді бірің көрсетпеңдер. Қап, темек жоға ешкімде. Иттер, не заявка жоқ, не доказательства жоқ, бізді өйстіп қамап отыра бере ме? Әй, дегенмен сол кісі тегін емес, деген Алдоңғар бір уақытта әлдеқайда қарап отырып, тегін кісі емес. Не спецслужбаның адамы, не жастардың аңғырттығын пайдаланғысы келген біреу, не болса да елді аранға жығу үшін жүрген бір алаяқ. Әлгі маған алғаш жолыққан үлкен кісіні айтам. Бұлардың ішіндегі жасы үлкені осы Алдоңғар ғана. Хақназарға оның осы әңгімесі, қарлыңқы даусы камерадағының бәріне күш беріп тұрғандай көрініп кетті. Бір күннің ішінде ақ таяқты да тергеуді де көріп, кеудесі басылып қалған енді КПЗ-ның сыз еденінде отырып, ертеңгі күнінің не болатынын ойлап, елексіген жап-жас жігіттерге шынында да жасы үлкен Алдоңғардың бірге болуы әжептәуір еседі. Бәрінен де жас болса да, самай шашын ақ шалған, қабағы бір ашылмайтын, еңсегей бойлы қара сұр қазақ жігітінің қайқайып тұрып кеудеден ұрғаны жанға батқан. Оны да қойшы, ала бөтен қиянаты сүйектен өтіп кетіп еді. Сен аузынан емшек табы кетпеген арам жәндік. Сен немене, Совет өкіметіне қарсы атылып шыққансың ба, а? Мына сен сияқты мәмбеттер өзін киіндіріп, аузын асқа жеткізген орыстар екенін ұмытып кетеді. Алаңда қай атаңның басын іздедің? Өкіметті құлатқыларың келеді, мен сенен сұрап тұрмын. Үстінде формасы жоқ болса да, шені үлкен офицер екені аңдалған. Өзі ұлы нәсілдің тіліне суда екен. Тергеу бөлмесіндегі аз уақыттың ішінде мұның әбден есін шығарып еді. Көзің қызарып тұр ғой, мүмкін шөп шегетін шығарсың. Саудасы біткен нашақор. Содан соң Семіз майордың құлағына әлдене деп сыбырлады да жылдан басып шығып кетті. Ал Шығаев деген көккөз тергеуші өз тілінде. Үстелді тықылдатып отырып, кешеден бері түк көргем жоқ, түк істегем жоқ деп бет бақтырмайсың. Айттым мен саған мойында деп. Өзің мойындасаң жеңілге түседі деп. Енді өз обалың өзіңе. Бір түк қолымен алдында жатқан көк папканы ашып, ішінен бір парақ қағазды алып шықты. Міне, халық жасақшысының арызы. Сен оның қолын сындырыпсың, алаңда. Сосын
Қалай, деді жүрегі су ете қалған Хақназар, өз құлағына өзі сенбей. Отыр дедім ғой саған. Міне, былай деп жазылған арызда. Так. Сағат 12:30-да алаңның Фурманов көшесі жағында менің қолымдағы дубинканы бір жас қазақ жігіті бұрап тұрып тартып алды. Мен әкел дубинкамды деп едім, ол мені құлатып, сол қолымды сындырып жіберді. Мен ол жігітті көрсем тани аламын дейді. Ал енді сол жігіттің дәл мен екенімді қайдан біле қойдыңыздар? Алдың күні ГУВД-дан фотограф келіп бәріңді түсірді емес пе? Сол шығарған суреттің ішінен сені анықтанып отыр. Өтірік. Мынадай бассыздыққа не айтарын білмей Хақназар булығып қалған. Жала, қайда ол кісі? Пожалуйста, беттестіріңіздер. Саспа, беттестіреміз, деді майор. Орнынан тұрып жатып. Асықпай есікті ашты да әлдекімді шақырған. Іле-шала кірген, сол қолы ақ бинтпен оралған орта бойлы сары жігіт бұған бір қарады да анадай жерге барып отырды. Так, деді майор орнына отырып, темекісін тұтатып жатып. Так, жолдас Звягинецев, қараңызшы, мына жігіт сізге таныс па? Қайдан көрдіңіз, есіңізге түсіріңіз. Сары жігіт бұған тесіле қарағанмен үндемеді. Алаңда көрдіңіз бе бұл жігітті? Сізден сұрап тұрмын. Звягинецев, деді майор, даусын қатайы тыңқырап. Иә, көрдім. Осы жігіт менің қолымды сындырған. Дубинкамды тартып алған. Хақназардың тынысы бітіп қалған. Орнынан бір тұрып, бір отырып, жала жауып тұр, өтірік дей бергені есінде. Кеудесінің түкпірінде булығып жатқан қорлық пен нала, ашу мен ыза бұрқ етіп сыртқа қайнап шығып, қолындағы кісенін жұлқи берген. Дұрыстап қарап алыңыз, деп отырды бұл кезде майор. Танысаңыз, таныдым. Осы кісі деп мына жерге жазыңыз. Хақназар тамағының құрғап кеткенін сезді. Қалайша, жолдас бастық? Азамат бастық, деп дүзетті майор. Азамат бастық. Аға өтірік айтып тұр ғой бұл кісі. Сіз дұрыстап қараңызшы маған. Шатасып отырсыз ғой. Сіз анықтап қараңызшы. Қолына қалам мен қағазды алған Звягинцевтің қасына айғайды салып жетіп барғанын біледі. Дәл осы кезде екі сержант кіріп келіп, бұлқынғанына қарамай қолынан сүйрелеп алып кетіп еді. Япырау деп ойлады камерада отырып. Соншалық арсыз болар ма еді мына Звягинцев дегенің. Әлде расында қолын сындырған мен екен деп шатасып отыр ма? Жоқ, мүмкін емес, көз алдында жарықта қолын сындырып қойған кісінің түр-түсін маған ұқсатуы қисынсыз ғой. Әлде милицияның мені қорқыту үшін жалдаған кісісі ме? Қалай бұл енді? Камерада бір өзі ғана отыр еді, шыдай алмай тұрып кетті. Ыза болып, бетон қабырғаны теуіп жіберді. Осыншама қадалып, жала жабады деп үш ұйықтаса түсіне кірмеп еді. Айтқан сөзге сенбейтін не қылған жандар өзі. Не айтқаныңа, не жазғаныңа қарамайтын, тіпті алдында адам отыр екен-ау деп жөндеп сөйлеспейтін өңкей бір кекірейген қатыгез адам. Бұндай сұмдыққа кез болам деп кім ойлаған? Оқуым не болып жатыр екен? Міне, 4 күн болды. Оқудағылар үшін қайда жүргенім белгісіз. Иә, айтпақшы, сол күні жатақханадан бірге шығып, алаңға барған жігіттер бар емес пе? Солар түсіндіретін шығар, бірдеңе деп. Не деп түсіндіреді? Милиция тепкілеп, тезегін шығарып, мәшинесіне тиеп алып кетті деп түсіндірмек пе? Жоқ, олардан ондай сөз шықпайды-ау.
мүмкін өздері де ұсталып қалған шығар. Қазір бір жерде мен сияқты көздері бозарып отырған болар. Жоқ, әкетсе оларды мені тиеген машинамен әкетер еді ғой. Соған қарағанда қолға түспей қашып құтылуы да мүмкін ау. Сонда мен сорлы ғана қолға түсіп қалған ба? Апырая, қалай ұрынып қалдым. Нем бар еді сол қызды құтқарам деп, жайыма жүрмей. Осы ақымақтығым түбіме жетеді ғой. Жетедің не? Жетіп тынды емес пе ақыр соңында? Рас, Құдай сақтасын. Қалай құтылам мына пәледен? Не бір туыс туған жоқ мұнда, жөн білетін, артымнан іздеп келетін. Курстас жігіттердің қолынан келе ме? Мына иттермен сөйлесу. Құдайым-ай. Нем бар еді? Сол құрғыр плоштқа барам деп. Өлмесе өме қапсын, біріңді бірің жарып өлтіресіңдер ме, ұрып өлтіресіңдер ме, маған бәрібір деп табанды жалтырату керек еді әуел баста. Енді отырған отырысым мынау. Шелек жалаған тұтыладының керін келтіріп. Жала шелегіңді енді, мыйсыз ақымақ. Дүние-ай, шешем естісе не болады? Сенгенім сенедің ғой, құлыным, мұндай іске ұрынып қалғаның не? Талай айттым емес пе, тыныш жүр, тек жүр деп. Енді қайттық деп назаланса, жаным шырқырап кетеді ғой. Әупірім деп түскен оқуымнан шығарып жіберсе, күнім не болмақ? Оқуы тұрсын, шынында да соттап жіберсе, не істеймін? Қап, япырау, мұндай да болады екен-ау. 18-імде түрмеге кетсем қалған өмірім не болмақ? Түнек қой, түнек. О, қырсық Құдайым-ай. Хақназар өзін өзі жеп жібере жаздаған. Ұшы қиыры жоқ, түпсіз уайым еңсесін басып, басы солқылдап қоя берді. Ернін тістелеп, қолын қолына ұрып, ары-бері тоқтаусыз жүре берді. Менің қолдаушыларым жалғасын келесі бөлімнен тыңдай аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.